Жаз маусымы басталғалы Жамбыл облыстық жедел жәрдем станциясына шақырту тәулігіне 1800-ге жеткен. Жаз маусымына дейінгімен салыстырғанда 400 шақыртуға көп. Оның ішінде ерте піскен жем-шидектерден улану, қан қысымының жоғарылауы, жүрек талмасы да бар. Ал синоптиктердің болжамы бойынша алдағы күндері күннің ыстығы 43 градусқа дейін жетпек. Аптап ыстықта қарапайым халық нені ескеру қажет? Дәрігерлерден сұрап көрдік. Мен өзім де қазір қан қысымымды тексеріп көрдім. 120-80 болып тұр, ол норма болып саналады. Рационнан майлы қуырылған тамақтарды азайтып, оның орнына көкөністер, алма, жүзім сияқты көкөністер қолданған. Рационнан алкогольді ішімдіктер, сыра деген сияқты, одан да үлкен процентті алкогольдік ішімдіктер ішуге кеңес бермейміз. Оның барлығы жүрек қан тамыр ауруларын күн ыстықта ауруды қоздыруына әкеліп соқтырады. Энергетикте сусындарда бұл аптап ыстықта қан қысымының көтерілуіне бірден бір себеп болады. Күн ыстыған кезде 2 есе, 3 есе үдетеді. Жамбылдық тұрғындар аптап ыстықтан қорғанудың жолын біле ме? Сұрап көрейік. Енді қорғану жолдары тек қана үйде отыру керек сияқты. Бала-шағамен шығып, демалып, бір суға түсіп деген сондай нелер болмаса, салқында. Примерно рубашка киіп жүру керек, шортик, как положено, шлепкамен. По-любому салқын қыламайсың ғой күнді. Қорғанудың жолдарын білесіз ба? Су көп ішу керек, басқа не істеу керек? Одан басқа? Ләж болса демалу керек.